Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз 7-ші сыныптың геометрия пәні бойынша 4-ші бжғысын талдаймыз. Шеңбер, геометриялық салулар. Бірінші есеп, қай суреттерде шеңберге жүргізілген жанама мен қиюшы бейнеленген? Жанама мінекей В-да, қиюшы А-да. Сонда қиюшы мінекей А, В мінтір. Бірінші нұсқаны таңдаймыз. Екінші есеп, шеңбердің центрінен А түзуіне дейінгі арақашықтық 5 см, ал Б түзуіне дейінгі арақашықтық 7 см. Шеңбер диаметрі 14 см. Шеңбердің әр түзуімен неше ортақ нүктесі болуы мүмкін? Шеңберді салып көрейін. Сіздер циркульмен әдемілеп салсаңыздар болады. Кез келген шеңбер радиусы бұл жерде маңызды емес. Мен шамамен саламын. Шеңбердің центрінен А түзуіне дейінгі арақашықтық 5 см болса, шеңбердің диаметрі 14 дейді. Мынау бізде түгелімен АВ деп алатын болсам, ол 14. АВ тең 14 см. А түзуіне дейінгі қашықтық 5 см болса, ол мына жерде болуы мүмкін. А түзуі. Ал В түзуіне дейінгі қашықтық 7 болса, мен бұлай аламын. Шеңбердің әр түзуімен неше ортақ нүктесі болуы мүмкін? Енді қараңыздар, неге А түзуін бұлай орналастырдым? Себебі арақашықтығы 5 дейді, яғни ол шеңберден тыс қара жатпайды. Осы радиус арқылы радиусты қиып өтеді, диаметрді қиып өтеді. Сонда қараңыздар, А түзуімен ортақ 3 нүктесі бар. Енді Б түзуімен қарайық. Б түзуі бұл жерде 7 см дегендіктен, екеуінің центрінен бастап, оның диаметрі 14 болса, онда радиусы 7 см. Олай болса, бұл түзуіміз жанама түзуі болып келеді. Олай болса, оның шеңбермен тек қана бір нүктеде қиылысатындығы болады. Яғни қиятын тек қана бір нүктеде. Үшінші есеп, центрі О нүктесі, радиусы 8 см болатын шеңберде АВ диаметріне перпендикуляр сызық ордасы жүргізілген. Тағы да мен шеңбер саламын. Центрі О, радиусы 8 см, ОВ, немесе радиус 8 см. АВ диаметріне перпендикуляр сызық ордасы жүргізілген. Жалпы хорда дегеніміз, ол деген кез келген екі нүктесін, шеңбердің кез келген екі нүктесін қосатын кесінді. Және мен оны қазір бүйтіп шамамен саламын. Сызық ордасы. Әйтеуір мына жер перпендикуляр болатындай. Сосын бұрыш СОА 30 градус дейді. СОА, мына жер ғой. Мына жер 30 градус. 30 градус екен белгілі болса, сызық ордасының ұзындығын табыңыз. Сызық ордасы мына жерде қақ екіге бөлініп тұрғандығын ескереміз. Ары қарай. Мына жерде центрі О нүктесі, радиусы 8 см болатын шеңберде АВ диаметріне. Мына жер СО, ол бізде тағы да 8 болады. Мынау 8 болса, онда мына жерді мен К деп алатын болсам, СК ол 2-ден 1 СО-ға тең. Олай болса, СК дегеніміз 30 градус, 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең. 2-ден 1 көбейту 8, яғни 4-ке тең. СК 4-ке тең болатын болса, онда СД 2 еселенген СК-ға тең. Ол тағы да 8-ге тең болып тұр. Сонда сызық ордасының ұзындығы 8 см. Төртінші есеп,
салу есептеріне берілген екі қабырғасы мен арасындағы бұрышы бойынша үшбұрыш сызыңыз. Мен бұл жерге бәрін жазып дайындап қойдым. Сіздерге тек қана осы есеп беріледі. Салу есептерінде өлшемі жоқ, яғни өлшем бірлігі болмайды ол жерде, яғни белгілі бір бөліктерге бөлініп тұрмайды. Яғни өлшемі жоқ сызғышпен тек қана циркуль арқылы салынатын есептер, ол салу есептері деп аталады. Яғни бөліктері болмайды. Кәдімгі сіздер ұстап жүрген сызғыштағыдай. Сондықтан өздеріңіз екі қабырғасы дегендіктен өздеріңіз екі ұзындықтағы, қандай ұзындық болса да екі кесінді сызып аласыздар. Арасындағы бұрыш дәл сондай кез келген бұрышты аласыз. Енді қалай саламыз? Бірінші сыды кесіндісін салып алу үшін мінекей бір нүкте белгіледік, с нүктесі болсын, және циркульдің былай ашасын онда қойып өлшеп аласыздар, қанша екендігін. Және центрі с болатын, радиусы с-ды болатын жарты шеңбер сызып аласыздар. Өлшедік циркульді қойып, циркульдің инесі мына жерге тұрады, карандашы мына жерге тұрады. Яғни сіздердің циркульдарыңыз, мысалы визуальды түрде көрсетсем, осылай орналасады. Екі ашасы. Өлшеп алдық және жарты шеңбер былай салдық. Міне салдық. Енді осы кез келген қосатын болса, менде с-ды кесіндісі пайда болады. Ары қарай бұрышты есептеу үшін мына жерде өлшеп аласыздар. Тағы да циркульді қоя отырып, енді центрі д болатын етіп, мына жерде былай етіп тағы да шеңбер жүргізесіздер. Ары қарай келесі қабырғасын салу үшін центрі с болатындай етіп, АВ кесіндісін жүргіземіз. Былай, мысалы былай пайда болды. Мінекей. Енді осыларды қосып шығасыз. Мына жерде мен қазір басқа түспен қосайын. Мінекей, с-ды, мынау бізде А деп ала берейін. Мынау А-ның ұзындығы, мынау с-дының ұзындығы, мынау арасындағы бұрыш, альфа бұрышы. Яғни екі қабырғасы мен олардың арасындағы бұрыш арқылы үш бұрышты салдық. Сіздер өздеріңіздің де варианттарыңызды ұсынуға болады.